Қане балалар, келдік, түсеміз. Біртіндеп түсіңдер. Балалар, келіңдер. Лагерге де жетіп қалдық, жүріңдер. Міне келдік. Кіріңдер. Балалар, бірінші кірмес бұрын сендерді түгендеп алайын. Барлықтарың келдіңдер ма, келмедіңдер ма деген сияқты жүре ма? Кәсіп фамилияларыңды аттарын атқан кезде келіңдер мына жерге. Асылбек Айсұлу. Мен. Арайлым және Мадина дейді. Мен Арайлым, ал сіңілім Мадина. Қайратқызы Әсем. Мен. Дамир. Мен. Нұрбол. Мен. Жақсы, барлықтан түгел келіпсіңдер. Сендерге жақсы демалыс тілеймін. Все, дайын. Бара беріңдер. Ал балалар, менің есімді таныстырып кетейін сендерге. Сендердің тәтелерің мен боламын. Яғни менен көмек сұрасаңдар болады. Менің есім Айнұр. Айнұр тәте или Айнұр әпке деп айта берсеңдер болады. Жарайды. Енді мен сендерге лагерімізді таныстырып кетейік. Жүріңдер. Бұл бөлме бізде осындай бөлме. Бұл жерде бізде пианино бар. Ойнайын десеңдер, өздерің білесіңдер. Және мына жерде қыздарға шкафтар. Қыздар, егер заттарың сыймай жатса, осы жерге де қойсаңдар болады. Бұл бөлме негізі общий, мына жерге қалағандарын келіп отыра берсеңдер болады. Жарайды. Ал енді келесі бөлмені көрсетейін. Бұл бөлме қыздардың туалеті, ал ұлдардікі үстіңгі этажда. Ал мына бөлме қыздардың бөлмесі. Бұл бөлме бізде екінші этаж. Мына жерде бізде бассейн бар. Және түрлі ойнайтын жерлер бар. Мына бөлме бізде кухня. Бұл жерде сендерге тамақ дайындайды. Ал мына бөлме сендердің тамақ ішетін бөлмелерің. Мына бөлме ұлдардың ваннасы. Мына ұлдардың бөлмесі. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Енді өздерің бөлмелеріңе барыңдар. Демалып алыңдар. Бізде тихий час болады. Кеттік. Жүріңдер, қыздар. Уф, келдік ау, шаршап кеттім ғой. Мен де. Сен мына жерге келіп отыр, телефон көріп отыра бер. Қыздар, мен сразу айтайын, мен мына төсекке жатқым келеді. Мен мына төсекке жатам. Мен сонда үстіне жатам ба? Маған үстіне жатқан ұнамайды. Маған бәрібір екен. Бірақ менің сіңілім үстіне қайтадан шығып, қайтадан түссе құлап қалуы мүмкін ғой. Сол үшін астыңғы төсекке жатқысы келеді. Ал енді бұл менің мәселем емес қой. Жарайды, онда менің орныма жата беріңдер, мен үстіне жатамын. Рахмет. Так, қыздар, мен өзімнің шкафымды, той заттарымды мен мына үстіңгі полкаға қоямын. Сосын мен заттарыма тиісуші болмаңдар. Күшті екен мына комната. Мен мына төсекке жатам. Жарайды, мен болсам мына төсекке жатайын. Бұл заттарымыз қайда қоямыз? Мен жақта шкаф бар, осыған қояқты. Рахмет онда. Айсұлу, неге екі чемодан алып алғансың? Ішінде не бар? Ой, еріккеннен алған жоқпын ғой. Біреуінің ішінде киімдерім бар, біреуінің ішінде заттарым бар. Мен қазір заттарымды салып алайын.
аптадан кейін сендер салсыңдар. Чемодандарыңызды қояйық. Кеттік. Шаршап кеттім, ұйықтап алайын. Кел, ұйықтаймыз. Жоқ, телефон көрем. Жоқ, ұйықтап алсай, түні бойы ұйықтаған жоқсың ғой. Телефон көрейінші. Менің айтқаным тыңдасай, телефон көрге еще мұнда рұқсат бермейді. Жоқ, телефон көрем, ұйықтамайым. Тыныш, ұйқы бермедіңдер ғой. Ән өсіп жатыр, ұйықтап бол. Әке телефон. Қыздар, бізде тихий час. Ұйықтап қалыпсыңдар ғой. Молодцы. Байқамай қалды.